Іблістің, яғни шайтанның уәдесі туралы айтайық. Ол қандай уәде десеңіз, Алла тағала Құранда айтады. Ібліс айтты дейді. Менен гөрі басымдық бергеніңе, артықшылық бергеніңе қараш. Егер маған қиямет күніне дейін мүмкіндік беретін болсаң, мен оның ұрпақтарының барлығын өзіме бағындырамын. Тек кейбіреулерінен басқа деген екен. Осы бағындырамын деген сөз араб тілінде ахтаниканна деп келеді екен. Яғни ханака деген сөз араб тілінен аударған кезде ауыз жақ деген мағынаны білдіреді екен. Яғни бағындырам деген сөз ол жерде ауыздықтаймын деген. Мынау атты ауыздықтаған сияқты ауыздықтаймын деген мағынада тұр екен. Яғни адам баласының үстіне мініп алып, оны ауыздықтап алғаннан кейін, оны оңға да солға да бұрып қалаған істей береді екен. Мына шайтан деген малғұн. Соған ілесіп кетпеу үшін біз осы шайтан кісенделіп тұрған кезде осы ауыздықты шешіп, өзіміздің өмірімізді өзіміз сүріп, толық бостандықты алатын уақытымыз осы Рамазан айы екен.